11 саны 9 мен 2, 8 мен 3, 7 мен 4, 6 мен 5 деген екі санның қосындысынан тұратынын білесің. 11 санының құрамында 4 түрлі өрнек құрауға болады. Мысалы, қолымызда конструктордың 6 сары түсті және 5 жасыл түсті бөлшегі бар. Бөлшектердің жалпы санын табамыз. 6 мен 5 қосындысы 11-ге тең. Қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 11 дегеніміз бұл 6 мен 5-тің қосындысы. 11 мен 5 санының айырмасы 6-ға тең. 11 дегеніміз бұл 6 мен 5-тің қосындысы. 11 мен 6 санының айырмасы 5-ге тең. Бұл теңдіктер қосу мен азайту амалдарының өзара байланысы негізінде жасалған. 11 санының құрамын есіңе сақта. Берілген өрнекке қара. Сурет бойынша қосуға және азайтуға өзара байланысты теңдікті құрастырып жаз. Дәптермен жұмыс. Номер 3 және номер 5 есептер 23 бет.